Теңіздің толқынындай толқып тұрған талабыңа нұр жаумаса, сені ешкім қолдамады деген сөз. Дәл сондай жағдайлар қазір Қазақстанда көп орын алып жатыр десек те болады. Сіздер көбісіңіз мені танисыздар. Менің есімім Али, мен Алматы облысының тумасымын. Мен осы халықтың арасындағы өзекті мәселелерді қолдап жүргеніме есептеп қарасам 3 жылдан асып баратыр екен. Бірақ естеріңізде болсын, мен халыққа шындық айтқан кезде не обязательно халыққа жағатындай нәрсе айтам. Кейде халыққа жақпай қалуым мүмкін. Бірақ та мен халыққа жақпай қалады, немесе жоғары жақтағы көкелерге жақпай қалады деп шындық айтпай қалмаймын. Немесе өзімнің ойымды айтпай қалмаймын. Және де менің әрдайым менің ойым мына сіз көріп отқан адаммен сәйкес келеді деу мүмкін емес. Өйткені халыққа әрдайым 50%-ына жағасың, 50%-ына жақпайсың. Сондықтан да халқым, егер де мен бір дұрыс сөйлемей сізге ұнамай жатсам, ол не значит, что менікі дұрыс емес деген. Ол значит, что сіздерге именно осы әңгіме ұнамайды. Сіздің бір титығыңызға тиіп кетті. Сол ғана. Өйткені әрдайым шындықтың екі ұшы болады. Бір шындық сізге ұнайтын болса, екінші шындық сізге ұнамайды. Өйткені ол сіздің өміріңізге әбден қатысты болуы мүмкін. Бірақ та акцент тек қана мүмкін, халқым. Жарайды ма? Мен тікелей сізге ештеңе айтып тұрған жоқпын. Сондықтан да сіздің мына ішкі жан дүниеңіз толқын сияқты толқымай, жай ғана тұп-тұнық болсын. Халықпен біргеміз.